something. Мансабында ешқашан жеңіліп көрмеген бұл африкалық боксшы кезінде Майк Тайсонның орнын басу керек болған болатын. Дәл сол темір Тайсон секілді қарсыластарына қорқыныш ұялататын Ибя Бучидің де соққылары қорғасын қойғандай ауыр, ал көзқарасында жыртқыш тән көлеңке бар еді. Біз бүгін жын шайтандармен сөйлесетін президент лақабаты бар Ибя Бучи жайлы айтатын боламыз. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. Ибя Бучи 1973 жылы 2 ақпанда Нигерияның Исуочи қаласында дүниеге келеді. Әкесі отбасын тастап кетіп, Айкты анасы тәрбиелеген екен. Ибя Бучи алғашында өмірін әскери қызметке арнауды армандаған екен. Бірақ 90 жылы Майк Тайсон мен Бастер Дагластың жекпе-жегінде Дагластың темір Майкты қалай нокаутқа жібергендігін көріп, боксқа есі кетеді. Осылайша алғаш рет 17 жасында бокс залына келген ол, дегенмен тез арадағы Нигерияның чемпионы атанады. Арада 3 жыл өткенде Ибя Бучи анасымен бірге ақш-қа қоныс аударады. Мұнда бойы 190 см, салмағы 105 келіні құрайтын, денесінде 1 грамм майы жоқ жас африкалық боксшыны мамандар бірден байқайды. Осылайша 1994 жылы 21 жасар Ибя Бучи ешкімді жоқ президент лақабатын жаздырып алып, кәсіпқой бокстағы мансабын бастап кетеді. Алғашқы әлсіздеу болған алты қарсыласын қоғадай жапырған Айк 95 жылдың көктемінде әлі жеңіліс көрмегенді Грег Пикроммен жолығады. Африкалық боксшы салған жерден қарсыласын тықсыра бастайды. Бір филон соңында Пикромның жанталасқан қарсылығын күтпеген президент ауыр соққы өткізіп алып, аяқтары босап кетеді. Дегенмен тез есін жиып алған ол, енді қателігін қайталамауға тырысып, сақ жұдырықтаса бастайды. Үшінші раундта Айктың оң қолы қарсыласына тура тиеді. Ойы жан жаққа шашырап кеткен Пикром тепе-теңді ұстауға қанша тырысқанмен қолынан келмейді. Аяғының астындағы жердің тегіс екендігін түсінбей тұрған Пикромға жаны ашыған рефери жекпе-жекті бірден тоқтатады. Бұл жекпе-жекте Ибя Бучи жас екендігіне қарамастан техникасы толысқан әккі боксшы екендігін көрсетеді. Осы уақытта Тайсон түрмеде отырған болатын. Сол себепті жанкүйерлер Ибя Бучиді Тайсонның бірден-бір ізбасары деп есептейді. Оған жауап ретінде Ибя Бучиді рингке тура Тайсон секілді қара шорты мен қара аяқ киімде шығып жүреді. Осылайша өзінің жұмыс істейтін тактикасын тауып алған Айк қарсыластарының іші бос қапшық секілді бүктей береді. Майк Тайсонның тұрақты спарринг серіктесі болған Келвин Джонс та нигериялық президенттің құрбаны болып кетеді. Менеджерлер Ибя Бучидің 15-ші жекпе-жегіне басы темірдей Марион Уилсон таңдаған екен. Басы темірдей дегеніміз, бұл боксшы сол кездің ең мықты жұлдыздардың барлығымен дерлік жұдырықтасып, ешқашан нокдаун алмаған екен, тіпті есеңгіреп те көрмепті. Ибя Бучиге де бұл қарсыласын құлатудың сәті түспейді. 10 раундқа созылған бұл жекпе-жекте Айк ұпай санымен жеңіске жетеді. Осылайша кәсіпқой боксқа енді ауысқан боксшының жүретін жолын жүріп өткен Ибя Бучиге енді қарсыластардың дәрежесін көтеретін уақытта келеді. Дәл осы уақытта Дэвид Туа да осындай қарсылас іздеп жүрген болатын. Промоутерлер уақытты көпке созбай, еңгіздерді екі қошқарды бір рингке әкеліп жібере салады. Қарсыластарын наркозсыз ұйықтата беретін Дэвид Туа 27 жекпе-жектің 24-ін нокаутпен аяқтаған екен.
жекпе-жек аяқталған соң ауруханада жатқысы келмеген Ибиабучи де кездесуді өте белсенді бастап Туаға мүмкіндік беруге тырыса бастайды. He could start jab and then pump the right hand right behind it. There's a right hand alley at the end. Ибиабучи meets him. What a strong start. Negate some of that because right now, right in front of him. Туа асықпай ойланып жүргенде Ибиабучи жекпе-жектің жарысын қанжығасына басып алып кетеді. Дегенмен жекпе-жек ортасынан аса Туаның ауыр соққылары президенттің жағына келіп тие бастайды. Left hook of his own. Tua now opens up with a left hook. The way he's giving Tua things to think about. Right hand over the top. Tyson had those fast hands, and on the inside he had blister. Бірақ Ибиабучи де ер екен. Самоалықтың қаңбақтай ұшыратын соққыларын африкалық боксшы кірпік қақпастан жұтып отырады. Tua with this fight seems to be going with one or two big punches at a time. And that's not where Tua needs to take advantage. Oh, good short right hand sequence. Right lead, left hook by Tua. Tua right hand to the body underneath. Ибиабучи and his commitment, he stayed with it. Oh, for sure. Ол жекпе-жек соңына қарай белсенділікті арттырып, тізгінді қолға алуға тырысып көргенмен, басында төрешілердің көзіне түсіп қалған Ибиабучи аз ғана ұпай айырмасымен жеңіске жетеді. He answers him back every time. He takes all the play away. Now they go swinging in the middle of the ring. That's what they needed. Бет әлпеттеріне қарап, екеуі де 40 жастан әлдеқашан асып кеткен секілді көрінгенмен, Туаның да, Ибиабучидің де жастары бұл кезде бар болғаны 24-те болатын. 12 раунд ішінде екі боксшы 1730 соққы жұмсаған екен. Бұл рекорд арада 20 жыл өткенде барып қана жаңарады. Осылайша мансабындағы ең үлкен жеңістердің біріне жеткен Ибиабучиге бұл жеңіс қымбатқа түскен болатын. Осы жекпе-жектен соң Айкта аяқ астынан жанындағыларға тап беретін әдет пайда болады. Ең алдымен спарринг кезінде аяқ астынан көзіне қан толып кеткен ол қарсыласын тұншықтырмақ болады. Ара түсуге тырысқан бапкерді таяқ жеп қалады. Осыдан соң өз-өзіне қол салмақ болып та көреді. Одан ештеме шықпаған соң, өзі үйленгелі жүрген әйелдің жасөспірім баласын көлікке салып алып қашпақ болғанда жол апатына ұшырайды. Ибиабучидің өзіне ештеме болмайды, бірақ бала ауыр жарақат алып қалып, Айк түрмеге тоғытылады. Барлығына кінәлі Дэвид Туаның мына бір соққысы болған көрінеді. Сол жекпе-жектен соң Ибиабучи бас ауыратындығын, құлағына жын шайтандардың дауысы естілетіндігін айтып жиі шағымданады. Алайда дәрігерлер оның басынан ешқандай зақым таппаған соң ем жасай алмайды. Көлік апатынан соң түрмеге түскен Ибиабучиді менеджерлер қомақты қаржының көмегімен арада 2 ай өткенде шығарып алады. Нигериялық президент көшеде өзін есалаң секілді ұстағанмен, рингте оның талантты екендігі күмәнсіз болатын. Түрмеден шыға сала Ибиабучи мінезі бар, бірақ ешқандай бокс қабілеті жоқ Тим Рейді жеңеді. Арада бірнеше ай өткенде ямайкалық Эвертон Дэвиспен кездеседі. Ибиабучи алғашқы раундта қарсыласын жерге жалп еткізеді. Бірақ Дэвис орнынан тұрып, тіпті 9-шы раундқа дейін қарсылықты жалғастырады. 9-шы раундтағы екінші нокдаунда ямайкалық боксшыны жасытпайды. Алайда бір оталып алған нигериялық машинаны енді тоқтату мүмкін емес болатын. Түрмеден шыққан соң екі жеңіс арқылы қатарға қосылып алған Ибиабучи 99 жылдың көктемінде болашақта әлем чемпионы болатын Крис Бёрдпен кездеседі. Сол кездері таңсық болатын солақай боксшы Бёрдтың басына соққы тигізу өте қиын жұмыс болады. From the courtside to the nosebleeds, yeah they love it. I'm winning, get buckets on the first in and the last out, see me coming. Оның бұл мәнері алғашында президенттің дақтығына тиеді. 45-50, and Bird's eyes lit up. He said, I hope he tries to do that against me. I'll beat Bird the same way Foreman beat. So it's a very tactical fight. Showing more patience than his critics might have thought he would. Now he rushes forward and starts and pack a wallop in the right situation. Hands a left, gets Bird back to the ropes, just misses with a right. Айк алғашында раундты күліп аяқтап жүргенмен, уақыт өте келе көзіне қан тола бастайды.
Ибиабучидің боксшылық қабілетін есепке алсақ, Бёрдтің бұлай қауіпке бастығуы бассыздық секілді көрінеді. Lands upstairs for Ibeabuchi. And he just misses with another. 5-ші раундта Ибиабучидің жуан жұдырығы Бёрдтің басын төменнен жоғары қарай сипап өтеді. That one guy has been hurt with something. Басы жұлынып кете жаздап, бет-бетімен құлап түскен Бёрд ғайыптың күшімен қайтадан орнына көтеріледі. Бір дәмге кіріп алған президент тоқтасын ба, сол екпінмен ол Бёрдті жайпап өтіп кетеді. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. I'm winning, get Осы жеңісінен соң Ибиабучидің атақ аспанға бір шығады. Енді оған HBO телеканалы $1,2 миллион тұратын келісімшарт ұсынады. Осы келісімшартты тойлауға Лас-Вегастың бір қонақ үйінде түнгі көбелекті жалдаған Ибиабучи оны оңдырмай ұрып тағы да түрмеге түседі. Бұл жолы президентке босап шығудың сәті түспей, ол 30 жылға сотталып кетеді. Ибиабучи тек 2020 жылы ғана уақыттан бұрын босап шығады. Қазір оның жасы 51-де. Соған қарамастан керемет формадағы ол қайтадан рингке оралып чемпион атанатындығын жариялап жүр. Бірақ ол мүмкін емес әрине. been ballin'. I'm winning, get buckets from the courtside. Айт Ибиабучи болашағынан көп үмітті түрі боксшылардың бірі болатын. Бірақ ол керемет таланттың жеткілікті тәрбие болмаған жағдайда адамға тұрақтамайтындығының тағы бір көрінісі болып қала береді. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып каналға тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған әлем боксинг арнасы. I'm like Curry with the rock when I get to my spot. I'm tapping in, I'm passionate. This is what passion is. This here, nah, this is no accident. From the start to the finish, I'm cashing in. I am number one, not number two. If I'm not the one, I'm uncomfortable. See the competition I've been running through. Leveled up, I only see him in my rear view. Switch, yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. Switch, yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. I'm winning, get buckets from the courtside to the nosebleeds, yeah, they love it. I'm winning, get buckets from the first in and the last out, see me coming. Been poppin', Sports Center from a little I was watching. Spin a bag like I'm Rafa, call that top spin.